Енді бізде толық дифференциал деген болады. Толық дифференциал дегеніміз сол то же самый туынды просто дифференциалмен. То есть на самом деле мысалы біз айтамыз ғой y штрих деп мысалы. Ол дегеніміз dy-тан бөлінген dx дейді. Мағынасы y-тан x бойынша туындалық деген сөз. Толық егер екі айнымалы үшін алсақ, толық дифференциал ол бізде былай емес. Мысалы du-дан u дегеніміз бір қандай да бір x y-тың функциясы болса, x бойынша туындаламызда dx деп қасына жазамыз, тең болады. Қосамыз y бойынша туындаламызда қасына dy деп қосамыз болды. Егер ол екінші ретті дифференциал болса, онда мына формамен ашылады екен, То есть мына екі рет дербес туындалып білеміз ғой, соны орнына қойып, мына dx y-тарын қоя саламыз болды. Мысалы, мынандай есеп шығарайық. Мынаның бірінші ретті туындысын алайық du-дан екі айнымалы. Не істейміз ол үшін маған не керек? Формула бойынша маған керек u-дің дербес y бойынша және x бойынша туындысы керек. Жеке-жеке тауып аламын. X бойынша туындалсаң, мынау түбірдің туындысы 1 бөлінген 2 түбірасты мынаның барлығы x квадрат қосылған y квадрат. Көбейтемін x квадрат қосылған y квадраттың туындысына. X квадраттан 2x, а y квадрат біз үшін ол константа қосылған 0 болады. Мына жақта x мен x қысқарады, сонда x бөлінген x квадрат қосылған y квадрат түбірасында. Енді осыдан y бойынша туындалсақ, ол бізге нені береді? 1 бөлінген 2 түбірасты x квадрат қосылған y квадрат көбейтілген уже x квадрат біз үшін 0 болады, а y квадраттікі 2y. X мен x қысқарады, яғни y бөлінген x квадрат қосылған y квадрат түбірасында. Осы жерден біз du таба салсақ болады. Du тең болады сонда u штрих x, яғни x бөлінген x квадрат қосылған y квадрат түбірасында dx қосылған y бөлінген x квадрат қосылған y квадрат, мына жақта dy. Сөйтіп есеміз du шықты. Енді du квадратты табу үшін бізге не керек? Бізге керек екінші ретті туындылар әрқайсының, екінші ретті туындылар керек. Мыналардікі енді ұзақтау шығады, жазып шығайық, u-дан 2 рет x бойынша туындалсақ, мынадан u бөлінген v-ға саламыз, яғни x-тің туындысы 1 көбейтеміз маған x квадрат қосылған y квадрат. Азайтылған x тұрады, мынаның туындысы, ол біз бағана есептедік қой мынаның туындысын. Ол мынаның өзіне тең, бірден готовы қоя саламын. x бөлінген x квадрат қосылған y квадрат түбірасында. Бөлінген x квадрат қосылған y квадрат түбірасында квадрат. Оны екеуі қысқарады. Не қалады сонда бізде? Бізде қалады осы. Бұны арғырақ шамдауға болады негізі. Мысалы, мына жаққа x квадрат қосылған y квадратты берсек, бұл бізге x квадрат қосылған y квадрат минус x квадрат астында x квадрат қосылған y квадрат түбірасында. Общий бөлінген x квадрат қосылған y квадрат қалады. X квадраттар қысқарады, сонда y квадрат бөлінген x квадрат қосылған y квадраттың түбір деген 0,5 дәрежесі, мынау 1 дәрежесі, общий қоссақ 1,5 дәрежесі болады. Енді u-дан 2y бойынша алсақ, мына жерде тура сондай мән шығады негіз. Қазір өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Мынау тура мынандай, енді y бойынша аламыз, тура осы мән шығады, просто x пен y орнына ауысады, бірден жазсам x квадрат бөлінген x квадрат қосылған y квадраттың 1,5 дәрежесі. Қазір есептеп шықсақ, осы мән шығады бәрібір. Енді 2 рет x y бойынша алсақ, яғни x бойынша туындыдан y бойынша аламын. Яғни оны бүйтіп жазылсам болады ғой, x көбейтілген x квадрат қосылған y квадраттың минус 1 дәрежесі. Минус 2-ден 1 дәрежесі. Неге? Себеп түбір жоғары көтердік минус. Осыдан туындалсам, x ол y үшін константа тұра береді, минус 2-ден 1 алдына түседі, минус 2-ден 1-ден 1-ді азайтсаң, минус 3 бөлінген 2 болады. Сонда минус 3 бөлінген 2 шығады. Енді не істеймін, просто қалғандарын енді просто орнына қоя саламыз, Маған бірінші туындылар болды керек емес. Формуласына қоя саламыз. Сонымен бізде d квадрат u тең болады екен. 2 рет x бойынша туындысы вот y квадрат бөлінген x квадрат қосылған y квадраттың 1,5 дәрежесі dx квадрат. Қосамыз 2 көбейтілген аралас туындысы, яғни минус 1 бөлінген 2x x квадрат y квадрат минус 1,5 dx dy. Қосамын y бойынша 2 рет туындысы x квадрат бөлінген дәрежесі dy квадрат. Вот осы нәрсе екінші туындысы болады екен. Ұзақтау, бірақ негізі оңай. Кеттік екінші степ. Бұл да дәл бағанағында, du-дан туындалайын. Du-дан таппай тұрып, бірінші дербес туындыларын тауып аламын, u-дан x бойынша туындалсам.
y қалады, x бойынша туындалсам 1 бөлінген y қалады, uдан y бойынша туындалсам x қалады, мынаны x көбейтілген y-тің -1 десем болады ғой, -1 алдына түседі, x тұра береді, y-тің -1 -2 дәрежесі, то есть x минус x бөлінген y квадрат десек болады. Осы жерден dy-ін жазсақ болады, dy тең болады y қосылған 1 бөлінген y, dx қосылған x минус x бөлінген y квадрат dy. Енді осыдан 2 рет туындалсақ, мынадан 2 рет туындалсақ 0, себебі мына енді как бы x жоқ қой, басқа туындысы 0. Енді 2 рет y бойынша туындалсақ, мынадан y бойынша туындалсақ минус x тұрады, мынау -2 дәрежесі ғой, негізі y-тің -2, -2 алдына түседі, y-тің -3. То есть 2x бөлінген y куб десек болады. Енді аралас туындысын алсақ, x бойынша туындалдық қой, осыдан y бойынша аламын. Y-тің туындысы 1, мынаны y-тің -1 дәрежесі деп алсам болды ғой, мынаны -1 алдына түседі, y-тің -2 дәрежесі. То есть 1 минус 1 бөлінген y квадрат. Сонда d квадрат u тең болады екен. 2 рет туындысы 0 көбейтілген dx квадрат, яғни жоқ десек болады, 0 деген сөз жоқ деген сөз. 2 көбейтілген аралас туындысы, яғни 1 минус 1 бөлінген y квадрат dx dy қосылған y-тің 2 рет туындысы, яғни 2x бөлінген y куб dy квадрат. Мынау бізде получается екінші ретті дифференциал екен, толық дифференциал. Толық дифференциал деген осындай, дербес туындымен бір жұмыс істейсіздер, просто соңында мына формулаға салып оформить жасау керек болды. Сонымен бүгінге сабақ бітті. Сау болыңыздар.